Байлар да жылайды. 4-ші бөлім. Тап кешегі болған жағдай менің сәкенімді біраз есеңгіретіп тастады. Зыр жүгірген сорлы жанын қоярға жер таппай әлек. 20 жыл отасқан әйелін қалай көзі қисын, бұл оған қатты тиді. Бірақ менің сәкенім мен қызыға да, қызғана да қарайтын нағыз еркектің өзі. Әбүйір болғанда әпкетайым басын көтеріп жаны жай тапқаны бар. Алайда бұл оны толықтай айығып кетті дегені емес. Сонау Израильға барып жасатқан отасы сәтті шықты деу қиын. Өйткені сол елдің ең мықты деген профессорлары мұны алдын ала ескерткен. Яғни жасалған отаның оң нәтиже берерін дөп басып айта алмаған. Негізі бұл ішкі ми қабыршағында пайда болатын ауру. Ашып айтқанда атың өшкір рак ауруы. Бұл ауру басқа келмесін, басқа келсе жалмық тынары анық. Себебі бұл аурудың алдында әлем медицинасы бүгінге дейін әлсіз, қолдан келер қайран жоқ. Әрі кетсе 1 жыл ғана өмірін ұзартуға қауқарлымыз деген. Міне, доктор айтқан 1 жылдың 6 айы көзді ашып жұмғанша өте шығыпты. Ал өлшенген өмірі құрғыр, күн санап қысқарып барады. Қандай қатыгез еді десеңші, қалай ғана көзім қисын. Іштен тынып жылағаннан басқа қолдан келер қайран жоқ. Міне мына сәкеңнің басында да тап осы мұң. Қимайды-ау сорлы, қимайды. Бірақ амал нешік? Бұл дүниеде пенде үшін ең ауыры өз өліміңді күтіп жатқаннан басқа не бар? Дегенмен менің әпкетайым өте сабырлы адам, сыр беріп жағы ашпайды. Тіпті мен келген 3 айда 1 ретте ауырдым деген емес. Бірақ аурудың зардабын тартып жүргені маған белгілі. Ал кешегі оқиға сол ми қуысына көк судың мөлшерден тыс жиналуының салдары. Жүріп күндердің күнінде ми суға толғанда аяқ қолды шырмап аударып тастайды. Соны кешегідей тесік бастан тартып алып тазалап отырады. Сол үшін де мына бастың үсті ашық тұр. Оны қайта жауып тастауға болмайды. Сонымен көп айтып қайтейін, сол жатқаннан 3 күн жатқан әпкетайым өз-өзіне келе бастады. Жымия қарап күлетін бұрынғы күлкісі қайта келді. Бұған сәкеңнің де жаны жай тауып жадырап сала берді. Осылайша үй ішіне күлкі орнады. Қысқасы, бәрі де біз ойлағандай болып, бұрынғы тіршілік қайта жалғасты. Содан бір күні қаладағы дәріханаларды шарлап кеп шаршап жатып қалғаным бар. Бұл сол қаңтар айының соңғы күндері болатын. Әлдебір дауысқа оянып кетіп тыңдай бастадым. Көрші бөлмеде әпкетайым мен сәкенім өзара сөйлесіп отыр. Ашық тұрған есіктен жеткен дауыс жаныма жағып барады. Көзім тірісінде мына қызға үйленші жаным, қуаныштарыңа куә болайын дейді әпкетайым. Жоқ, дейді оған менің сәкенім. Сен тірі тұрғанда маған ешкім керек емес, үйленбеймін дейді. Негізі менің әпкетайым өте ақылды ғой. Жаным-ау, бұл қазақтың салтында бар нәрсе ғой. Біз Ресейде туып өссек те қазақ емеспіз бе? Тоқал деген ол бұрында болған, қазірде бар. Бұл біздің ата-бабамыздың заңы. Мұны мен шығарғаным жоқ қой. Қашанғы осылай жүрмексің? Менің құшағыма жатпағаныңа қанша болды? Түсінемін-ау, аяныштан жаныңды қоярға жер таппай жүрсің. Енді менің денсаулығым болмаса қайтесің? Сіңліме бәрін де өзім айтып түсіндіремін. Сен қарсы болмашы жаным, үйленші дейді. Мына сөзге сәкеңнің не деп жауап бергенін ести алмадым. Бірақ әңгіме мен жайында болып тұрғанын анық білдім. Міне, бұл менің басыма бақ қонуға аз-ақ қалды деген сөз. Өйткені әне-міне дегенше көктем келеді. Сонан соң әпкетайым не әрі не бері болады. Ал одан соң мына сәкен менің қармағыма түседі. Бұл дегенің мынадай үлкен үй, мұншама көлік, соншама дәріхана, қысқасы бәрі менікі болады деген сөз. Сондай-ақ сырттай естуімше, қаланың қақ ортасындағы көп қабатты үйлердің бірінде 3 бөлмелі жекеменшік пәтері тағы бар. Оны сөз арасында өздерінің бұрынғы үй
қаладағы үй деп сөйлескендерінен білемін. Міне, мұны басыңа қонған бақ демегенде басқа не дейсің? Енді тек мына сәкеңді буынына түсіп бұлауыма салып алсам болғаны. Ал әпкетайыма ешқандай да жамандық тілемеймін. Өз маңдайыңнан көрер, қайтейін. Осылайша бұл екеуінің түпкі ойлары маған белгілі болды. Негізі мұны о бастан ақ байқағаным бар. Қысқасы, тап қазір Құдай маған форчкеден лақтырғалы тұр. Лақтырғанда да қайдағы бір үйсіз-күйсіз жігітті емес, кең сарайымен бітпес байлығы бар жігіт сұлтанын табыстағалы тұр. Бұл әрине мен осыдан 1 жыл бұрын күтпеген оқиға болса да Құдай берді деген сөз. Енді менің жолым айқара ашық, 4 жағым теңдей құбыла. Қысқасы, осы әңгімеден соң қалаға шықсам, сәкеңді ерте шығатын болдым. Оған дейін сылтауым көп. Ең бастысы мына дәріханалардың отчеты. Шынын айтайын, осы отчетқа келгенде менің миым жетпейтіні бар. Ал 10 жылдан аса осы салада жұмыс өтілі бар сәкең бұл отчетты шемішкеше шағып тастайды. Оның үстіне тап осы күндер дебет, кредит деп сол отчеттың басталған кезі. Міне, осы отчет маған өз кезегінде сәкеңмен көбірек тілдесуге, көбірек кездесуге мүмкіндік берді. Өйткені осы адамға деген менің көзқарасым өзгергені қашан. Бұрында үрпие қарайтын болсам, тап қазір күлімдей қарайтын болғанмын. Енді күлімдеп тұрмай қайтейін. Өзі де күн сайын ұнаған үстіне ұнап барады. Тіпті самайындағы ақ шашты қараға бояп тастасам, 30-дың үстіндегі жігіт ағасы боп шыға келеді. Тек көп сөйлемейді демесең, басқа жағынан тағар кінәм жоқ. Өзі сондай салмақты да сабырлы адам. Қысқасы, бұл адам маған қатты ұнайды. Мұны уысымнан шығармауым керек. Оған менің мүмкіндігім бар. Енді мен осыны ғана ойлай бастадым. Сәтін салып сәкеңді құрықтасам деп көп жүрдім. Алайда сол күнді асыға күтсем де бұйырар емес. Қайтейін, әкемдей адамға барып өзім жабысайын ба? Ал жабысқан күнде де тұра қашша қайтпекпін. Көргенсіз қыз екен деп мүлдем сырт айналып кетсе ше? Онда мен мынаның бәрінен құр қалатыным анық. Ал еркек боп өзі қозғалмаса ше? Негізі бұл менің болашақ күйеуім емес, болашақ жүргізушіме ұқсайды. Міз бақпайды-ау сорлы, міз бақпайды. Тым болмаса қаладағы кафелердің бірінен тамақ ішейік десе екен. Мына сәкеңде ол да жоқ. Жұмыс бітті дегенше қала сыртына қарап тартып отырады. 1 сағат болса да бәйбішенің қасында отырып қайтады. Түсінемін, қимай жүр өзі. Өкініштен өзегі де өртеніп жүр. Бірақ мен де ешкімнен кем түспеймін ғой. Модель болмасам да солардың ар жақ бер жағымын. Өйткені соңғы кездері киген қымбат киімдерім мені онан сайын көріктендіріп жіберді. Оның үстіне қып-қызыл түсті су жаңа лексусым тағы бар. Мұны менің әпкетайымның қолынан алғаныма 2 ай болған. Үйреніп алсам деп қаланы кербездене кезіп көп жүремін. Бір қызығы, қай жерге бармайын, мейлі ол жанармай құю бекеті болсын, мейлі дүкендер болсын, аяғыма орала кететін еркектермен олардың жылы лебіздерін көп естимін. Ал мына сәкеңнен ондай сөзді есту қайда? Жақ ашпайды-ау, қырсық жақ ашпайды. Негізі бар ғой, мен осы еркектерге таң қаламын. Бәленкес 40-тан кейін қылық шығарып өз әйелін тастап кетіпті деп жатады. Немесе түгенкес жас қызбен жүріп отбасы ойранға түсіпті деп жатады. Сонда менің сәкенім неге үндемейді осы? Тым болмаса жанында жүрген қыздың қолынан сипаса нетті. Кезінде алғаш рет қолынан ұстағанда тұра қашпақ болғаным бар. Енді міне сол күнге зар боп жүрмін. Қой, енді былай жүргенім жарамас. Ертеңі қаладағы пәтері жайлы сөз қозғап, сонда барып көрейік дейін. Мүмкін сол жерде бір мүмкіндік туар. Алайда бұл пәтерде бізге куә бола алмады. Кілтін қолыма ұстатқан сәкең көлікте қалып, сымпиып жалғыз кіріп шықтым. Өзің бара берші, 2-ші қабат 55-ші пәтер дегеннен басқа ештеңе айтпады. Енді қайттым, мұнымнан да түк шықпады. Бірақ пәтерге деген өкпем болмады.
іші мұнтаздай таза, бәрі өз орнында тұр. Тіпті жатын бөлмесінде жеке әжетханасы мен душевойына дейін бар. Қап, мына төсектің босқа тұрғанын қарашы. Сәкен келіп құшақтап тұрып тартып ұрса ғой шіркін. Құрсын, тек асықпа Сәбира деймін, сабыр сақта. Ол күнде алыс емес. Сәкенді де сүнуім керек. Көңіл күйі болмай жүргені рас. Кім жақынын бұл жалғаннан қисын. Бәрі де ауызбен айтқандай оңай емес қой. Сабыр түрі сары алтын деген бар. Күтейін деп қайта шығып көлікке отырдым. Осылайша бүгінгі күнімді де тек қиялмен ғана өткіздім. Ал бұл жайлы менің Сәкенімнің ешқандай да хабары жоқ еді. Жалғасы бар.